Достар, қандай адам тәуекелге көп барады? Яғни ақшасы жоқ адам. Егер сіз тәуекелге бара алмай жүрсеңіз, онда сіздің ақшаңыз бар, яғни қарныңыз тоқ деген сөз. Енді қараңыздар. Ол деген, яғни ақшасы жоқ адам, яғни ақшасы аз адам, ол бәрібір ода ақша жоқ. Ол тәуекелге бара береді. Ол жетістікке тез жетеді. Ал енді ақшасы бар адамдар олар абайлайды, тәуекелді де азырақ жасайды. Өйткені бар капиталын сақтап қалғысы келеді. Сондықтан, құрметті достар, егер сізде ақшаңыз жоқ болып, қиналып жүрсеңіз, қорықпаңыз. Ешқандай қорықпаңыз. Өйткені сізде бәрібір ақша жоқ. Сондықтан тәуекелге барыңыз. Бірден тәуекелге барыңыз да жасап кетіңіз. Ойланбаңыз. Тек харекетін жасаңыз. Сонда ғана тез арада табысқа жететін боласыз. Ең кемінде табысқа жетудің сара жолына түсетін боласыз. Сәттілік тілеймін.